Assalamualaikum. Ekfika YouTube kanalının тұрақты көрермендері. Алдымен видеоны көрместен бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бүгін Самғар бауырымыздың шаруашылығына келіп отырмыз. Сол жайлы сіздермен таныстырып өтетін боламыз. Жылқы бордақылайды, тұқа бордақылап, өзінің кәсібін домалатып отырған осы Талдықорған қаласында бүгін келіп отырмыз. Ассалаумағалейкум. Самғар бауырым. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мына екі бұқа YouTube каналына қош келдіңіздер. Енді мына бүгін бізде түсірілім болып жатыр. 10 жылдан бергі еңбек. Әр қазағым бай болсын, әр қазағыма мотивация болсын деп осыны түсіруге жөн көріп тұрмыз. Мына жем қоймаларды түсіріп жіберейік, алдымен сосын малдарды түсіретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мынау сонда жем сақтайтын жер ғой? Жем ангар, жем сқалат. Жем сқалат, жем тартатын жер. Қанша тонна сақталады мұнда негізі? Мұнда 1000 тоннаға қалқарлы. 1000 тоннаға жақсылап үйсе. Мына өзі 20-да 20 ғой. 20-да 20. Бізде анасы қалады 1,5 тонна. Жалпы 2,5 тонна. 2,5 тонналық. Жеміз осы табиғи жем. Арпалық және жымық. Мына жемін тартатын ғой? Иә, бұлай алып қойған. Жем тартылма шінек кетеді ғой. Иә. Шінеккен бункерге түседі, бункерге мешекке қатап шығарамыз. Мына жемдер араластырып қойған жем ғой қазір? Жоқ, араластырған жоқ. Біз өзіміз кіргеніне қарай араластырып береміз. Мына тартылған жем. Тартылған жем, иә. Мынау арпа, мынау жымық. Кебек. Бидай қол, төртеуін береміз. Көпірөз бермеді. Мынау 1,5 тонналық қойма. Ішіне КамАЗдар кіріп, төге береді. Ал енді мынау жаңағы түсірген. Мынау сыртын көрінісі 1000 тонналық. Мұнда міне жабағылар тұр екен. 4 ай болды. 4 ай болыпты. Жем шөп, 2 уақыт жем, 2 уақыт. Бұлар қанша уақытта шығады енді? Дайын болады етке. Дайын уже енді. Салмағы жетпейді демесе, қазір дайын енді. 170-160 килограммдықтар ғой. Бұл жылқының жем шөп беру режимін қысқаша айтып өтсең? Жем шөп беру режимі 2 уақыт жем береміз. Таңертең или кеш. Қанша келе мөлшерінде жейді сонда? Біреуі 2 килограмм мөлшерінде жейді ғой. 4 келе жейді. Жасы кіші болғаннан кейін. Иә, жасы кіші болғаннан кейін. Үлкен жылқылар енді 3-6 килограмм соңын қарай. Мыналар жасы кіші болғанса сол 2 килограмм мен 4 килограмм. 2 уақытында. Енді кісілер шығып жатса, сойып аламыз деген кісілер болса, міне көктемге бір-бір үйге болып тұр. Тойға, жаңағы енді науқанға дайын болып тұр бұлар. Қазысы тұра, сақлайсақ тұр. Семіз міне көрініп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай міне жақсы ет жинаған. Екі елден жоғары қазы бар. Телефон нөмірін қалдырамыз астында. Егер керек болып жатса, хабарласыңыздар. Видео сойып береміз. Телефон нөмір. Мен телефон нөмірім 8700 022 03 04. Осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Жылқы керек болып жатса, сойып береміз. Соятын орны бар. Қазір онда көрсетіп отырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Каналға жазып, лайк басып қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Таза табиғи жеммен байланған, ешқандай химикат қосылмаған жеміне
Ал сіздерге де жұғысты болсын. Көріп, қолдап отырыңыздар. Мына жақта да міне арт жағынан түсіріп өтейін бір мына жылқылардың. Міне сауырлары да міне көрініп тұр кәдімгідей. Міне мыналарды да көрсетейін. 4 айдағы нәтиже жылқының жылқы жайлы түсіресің ба деген кісілердің сұрауы бойынша түсіріп жатырмыз. Кәсіптеніңіздер, мал бордақылаңыздар. Бордақылаумен айналсам деп сұрақтарыңыз болса, Самғар бауырымызға звондасаңыздар болады. Астына телефон нөмірін қалдырып кетемін. Сұрақтарыңыз бойынша да жауап береді. Пікір қалдырып кетсеңіздер де болады. Пікірлеріңізге, әр қалдырған пікірге де өзіміздің қолымыздан келгенше жауап қайтарамыз. Мына жақтағы жылқылар міне бос тұрады. Алдында жемдері де жатыр. Мына жақтағылар енді тауыспаған. Кеш батқанша сағат 3-4-ке дейін тауысып алатын болады. Бос тұр міне. Бір орынға міне 10 жылқыдан тұр. Мына жағында бір 4-еу. Қалған мына жақта да 10, ананың ішінде де 10 бас тұр. Қан жақта мынаның ішінде 9. Мұнда сеніп ал кішігірім. Жылқының шөбі алдында тұр барлығы. Навес қора. Ұзындығы 40 метр, қораның тұрған жері 6 метр ше. Осындай жерде міне 50 бас жылқы бордақылап отыр. Күзде 120 бас кіргізгенбіз. Енді өтіп осы жастар қалды ғой. Күзде 120 бас кіргізілген екен, енді мына үлкендері өтіп кеткен барлығы. Енді осы жастары қалды. Бұлар да енді дайын болып тұр. Мына міне мал соятын жер арнайы жасалған. Мал болғаннан кейін мал соятын жері керек екен. Жаңадан салдырып жатырмыз, кәпілдеп жасаймыз әлі алдыда. Қазір пока осыны жасап қойдық. Мына электрический лебедка. Осында сойып жібереміз. Тойын алған кісілерді осынан сойып, жуып шайып алып кетеді. Міне ілетін жерлері барлығы дайын, іші тазалыққа да көңіл бөлінген. Жаңадан салынып кәпелден жасалады екен бұйырса. Алла қаласа. Бұл міне тұқа қора, сиыр қора, яғни айтқанда тұқа бордақылайтын жер. Үсті навес, асты қора. Міне 70 бастық қора. Бұл жерге алдында байланып тұр. Мына екінші партия кірген. Ұрғашысылары бар. Және бір жастыққа бұзаулар бар. Барлығына 2 ай болыпты. Бұйырса бұлардың да шығатын етке дайын болған кезде түсіретін боламыз. Көріп отырыңыздар. Бір ай, бір жарым айда Алла қаласа. Енді бір жарым айда бұлар да шығады міне. Түскі суларын шөбін жеп жатыр міне. Күтіп бұзаудан шығады. 2 уақыт береміз. 2 уақыт. Мына кешке беретін таңертең беретін кешке Шланг беріледі. Шланг беріледі. Көрсеңіздер болады. Араластырып алдын-ала дайындап қоямыз. Андағы мен шөппен бірақ араласып тұр ғой сонда? Жоқ, өзі ғана. Жоқ, күнжарамен, күнжара бәрі бар ішінде. Кебек, бидай, арпа. Бір бұқаға қанша салынады соны көрсетіп берсең, ана күрекпенен? Бір бұқаға 2 күрек салынады ғой, 2 килограмм ғой. Қазір мыналардың салмағы кішкене. Үлкен бұқалар 4 килограммнан
8 кг, одан кім қалар 10 кг деген жек болады. Мыналардың енді қазіргі жейтіні 4 келеде 5 келе. Бір шылағанда 4 мөшек шылап отырмыз, 40 басқа. Қазір өш жердегі тұрғанына. Бұларға 2 ай болған міне. Патсустар. Енді қораны салғалы қанша уақыт болды сонда? Бұл қора 7 жыл болды. Енді ремонт қажет етіп тұр, жазда жасаймыз мына мал шыққаннан кейін. Бізде фазендада тағы да бұқалар бар. Сол жаққа ауысып жатырмыз. Жазда мына ауылдың іші болғаннан кейін жазда бір мезетке бізде пауза болады, демалыс болады. Дұрыс. Қазірде бір қатты ес шығып тұрған жоқ. Оның сыры неде екен енді айтып өтсең? Қораның еңсесі биік. Одан кейін мына жерге ауа соратын тесіктер тастап кеткен. Ауа сорғыштар бар міне. Биік кәдімгі. Қыста да осындай неде болады. Одан кейін жылы бір кірпіштен салынған. Екі неміз салынған ғой. Төбесі бір жабылған, мына тақтаймен бір жал шөп жинағанмен жылы болады. Сосын терезелер міне. Содан иістің бәрі далаға шығып кетіп тұр. Бұқа бордақылаумен айналысуға болады ғой, негізі. Бұқа бордақылаумен айналысуға болады. Ауылда тұрған кісілер аздығы болсын, көп болсын, қазір сұраныс мықты ғой бұқаға. Өзінің жоқ дегенде өзінің сиырының баласын бордақыласа болады. Кішкенелерінен бір енді 80 мың, 100 мыңнан, егер жақсы, нормальный сападағы бұқа болса 200 мыңға дейін ұстауға болады. Өзім күзде алып келдім, сементал бұқалар. Одан 200 мыңнан қалдырдым аға. 200 мыңнан. Жақсы, әр қазақ бай қуатты болсын, сіңізге береке берсін. Бұқалардың міне арт жағынан сүріп жатырмыз. Сандары кәдімгідей шығып тұр. Міне арт жағы осылай жасалынған, міне қораның 2 уақыт күреледі. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Енді бұрынғы бастаған жері бар, тағы да бордақылаумен айналысқан. Сол жерде түсіретін боламыз екінші бөлімінде. Мына бірінші бөлімі, каналдан алыстамаңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Мына бұқалардың енді кейін шығатын кезінде түсіретін боламыз. Жақта да 35 бастық қора бар екен. Сонда барлығы 100 басқа арналған қора жайы. Шағын міне осындай жерде айналысып отыр. Барлығы 50 соты жермен жерге 100 бас бұқа, 50 бас жылқы бордақылап отыр. Ал енді келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Екінші бөлімі бар, келесі қора.